Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазақ эстрадасында өзіндік орны бар. Талай буынның жүрегіне әнімен жол тапқан өнер иелерінің бірі. Әрине ол Нұрлан Мұханұлы Абдуллин. Оның есімі аталғанда көпшілікке ең алдымен жылы дауыс, лирикалық әндер және сахнадағы шынайылық еске түседі. Бірақ кез келген өнер адамының өмірі тек жарқыраған сахнадан тұрмайтыны белгілі. Оның артында ізденіс, күрес, тағдырдың сынағы, қуаныш пен қайғы қатар жүреді. Нұрлан Абдуллиннің өмір жолы да дәл осындай күрделі әрі қызық. Нұрлан Мұханұлы Абдуллин 1964 жылдың 6 қыркүйегінде дүниеге келген. Кей деректерде Алматы қаласы деп көрсетілсе, енді бірінде оның балалық шағы Нүкіс қаласымен байланысты айтылады. Қалай болғанда да, оның өмірінің бастауында қарапайым, бірақ тәрбиесі терең отбасы тұрды. Әкесі Мұхан Абдуллаұлы мектеп директоры болған, ал анасы Гүлжиян Хайрулла қызы балалар үйін басқарған. Бұл екі мамандықтың өзі-ақ отбасындағы тәрбие деңгейінің қандай болғанын аңғартады. Қатаң тәртіп, жауапкершілік, адамгершілік Нұрлан Абдуллиннің бойына сол бала кезден сіңген қасиеттер. Өзінің айтуынша, анасы оны ерекше тәрбиелеген. Әдеттегі аналардай балам деп еркелетіп қана қоймай, оны өмірге бейімдеген, өзіңді өзің қорғай біл деген ұстанымды сіңірген. Сол себепті ол ерте есейіп, жауапкершілікті сезініп өскен. Тағы бір қызық жайт, оның дүниеге келуі де оңай болмаған. Дәрігерлер анасына баладан бас тартуға кеңес берген, бірақ анасы тәуекелге бел буып, баласын өмірге әкелген. Бұл оқиға кейін Нұрланның өмірге деген көзқарасына қатты әсер еткен сияқты. Ол әрдайым тағдырға шүкір айтып жүреді. Мен өмірге оңай келе қалған жоқпын. Анама көзіңіз мүлде көрмей қалуы мүмкін деген себеппен дәрігерлер мені құрсақта жатқанда алып тастауға кеңес беріпті. Анам оларды тыңдаған жоқ. Өз денсаулығында ойламаған. Бірден кесіп айтқан. Осылай мені өмірге әкелді. Денім сау болып тудым. Анамда да бәрі жақсы болды. Кейіннен анам көзінің нашарлай бастағанын айтты. Ол кезде мені ел танитын жазушы Ғабиден Мұстафиннің қызы Гүлнар Мұстафина дәрігер еді. Анамды алып бардым. Екеуі бірнеше жылдан соң бір-бірін таныды. Сондағы бас тарт деген балаң осы ма деп таңғалды. Біз күнә жасаған екенбіз. Мынадай баладан бас тартуға кеңес бердік деп кешірім сұрады, деді әнші. Айтпаса да түсінікті, көпшілік ағамызды әнші ретінде таниды, бірақ Нұрлан Абдуллин алғашында өнер жолын емес, мүлде басқа бағытты таңдаған. 1991 жылы Сәулет құрылыс институтын бітіріп, құрылысшы мамандығын алған. Бұл нақты техникалық жауапкершілігі жоғары сала. Кейінірек 2005 жылы Тұран университетінде білімін жалғастырып, құқықтану мамандығын меңгерген. Бұл оның ізденімпаз, жан-жақты тұлға екенін көрсетеді. Ол тек өнермен шектеліп қалмай, қоғамның түрлі саласын түсінуге тырысқан. Өзі бір сұхбатында оқу ізденіс, кеңес заманында қалайда білім алу керек еді деп айтқан. Бұл сөздер оның өмірге прагматикалық көзқараспен қарайтынын байқатады. Нұрлан Абдуллиннің өнер жолы сонау 90-шы жылдардың басында басталды. Бұл кезең Қазақстан үшін де, өнер адамдары үшін де өте қиын уақыт еді. Кеңес одағы ыдырады, экономика әлсіреді, мәдениет саласы да тоқырауға ұшыраған кез. Дәл осындай кезеңде ол сахнаға шықты. 1993 жылдан бастап кәсіби түрде ән айтып, көрерменге таныла бастады. Алғашқы жетістіктері де сол жылдарға сәйкес келеді. 1993 жылы Алматы әуендері фестивалінің дипломанты және сол жылы Азия дауысы халықаралық фестивалінің лауреаты. 1995 жылы Жас қанат конкурсының лауреаты болды. Бұл байқаулар сол кезеңдегі ең беделді өнер алаңдары болатын. Әсіресе Азия дауысы фестивалі халықаралық деңгейдегі үлкен сахна. Сол сахнада көзге түсу үлкен жетістік. Нұрлан Абдуллиннің репертуары өте кең. Ол тек қазақ әндерін ғана емес, шетел композиторларының туындыларын да орындайды. Оның әндері көбіне лирикалық, жүрекке жақын, қарапайым адамға түсінікті. Халық арасында кең таралған әндері Ауылым, Сен, Родина моя Казахстан, 7 нот моей жизни, Старый клен, Я тебя люблю. Бұл әндердің барлығы әр кезеңнің айнасы сияқты. Бірінде туған жерге деген сағыныш, бірінде махаббат, енді бірінде өмір философиясы көрініс табады. Нұрлан Абдуллин тек Қазақстанда ғана емес, шетелде де өнер көрсеткен. Оның концерттері Америка құрама штаттарында, Еуропада, Азия елдерінде өткен.
ең ерекше сәттерінің бірі Нью-Йорктегі Біріккен Ұлттар ұйымының залында өнер көрсетуі. Бұл кез келген әнші үшін үлкен мәртебе деп ойлаймын. 2015 жылы ол «7 нот моей жизни» атты үлкен шығармашылық кешін өткізді. Бұл концерт Алматыдағы Республика сарайында және Астанадағы Конгресс холлда өтті. Көрермендер залды толтырып, аншлаг болғаны айтылады. Еңбегі елеусіз қалған жоқ. Ол бірнеше мәрте мемлекеттік марапаттарға ие болды. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағы, Қазақстанның құрметті құрылысшысы, Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл медалі, Парасат ордені. Бұл марапаттар оның тек әнші ғана емес, қоғамға үлес қосқан тұлға екенін дәлелдейді. Нұрлан Абдуллин өнегелі әке, немере сүйген ата. Оның 2 қызы, 1 ұлы бар. Қазіргі таңда 4 немересі өсіп келеді. Өз айтқандай, бұрын гастрольдермен көп жүріп, балаларына уақыт бөле алмаған екен. Сондықтан қазір немерелерімен уақыт өткізуді ерекше бағалайтын көрінеді. Тағы бір ауыр тақырып, оның жарының денсаулығы. Әйелі бірнеше жылдан бері арбада отырғаны айтылды. Әнші оған өзі күтім жасап, үй шаруасын атқаратын. Бұл оның адамгершілік қасиетін көрсетеді. 2 қызым, 1 ұлым бар. 4 немерем бар. Олар 3 қыз, 1 ұл. Оларға кәдімгі атамын, арқалаймын, көтеремін, еркелетемін. Оларға әнші болсаң да, халық әртісі болсаң да бәрібір айтқанын істетеді. Мен оларды ойнатып жүріп, ләззат аламын. Себебі бұрын үйде болмадым, балаларымның тәрбиесін қарай алмадым. Сондықтан немерелеріммен уақыт өткізгім келеді. Мен ешқашан ата-анама қарсы сөйлеп, дауыс көтеріп көрген емеспін. Әкем өмірден ұзарында маған разы екенін айтты. Сен ешқашан маған жоқ демедің. Сондықтан саған рахмет деді. Анама да, әкеме де қарсы келмедім. Себебі бұл Алланың тапсырмасы. Ата-анаға қарсы келуге болмайды. Соны көрген ұлым да маған қарсы келмейді. Мені тыңдайды. Маған қарсылығы жоқ. Әйелім 7 жылдан бері арбада отыр. Ең алғаш Таиландта жүргенде денесі қозғалмай қалды. Ол кезде мен жеке концертіме дайындалып жүргенмін. Солай концертімнен бас тартуға тура келді. Бірақ әйелім концертіңді өткіз деді. Сен менің емес, халықтың адамысың деді. Ол кездер ауыр кездер еді. Әйелім де мықты адам. Ауырып отырса да әзілдейді. Көзінің түбі ауырып, содан емі табылмады деп көзіне жас алған болатын әнші. Кез келген адамның өмірінде қиын кезеңдер болады. Нұрлан Абдуллин де одан тыс қалмаған. Анасы мен әкесінің өмірден өтуі үлкен соққы болған. Сонымен қатар, отбасындағы ауыр жағдайлар, жарының сырқаты оның өміріндегі ең қиын сынақтардың бірі. Соған қарамастан, ол мойымай өмірге оптимизммен қарайды. Нұрлан Абдуллин әлеуметтік желіден алшақ жүрген санаулы әншілердің бірі. Ол Instagram сияқты платформалар арқылы ақша табуды дұрыс көрмейтінін айтқан еді. Оның пікірінше, адам еңбегімен жетістікке жетуі керек. Бұл ескі тәрбиенің көрінісі сияқты. Сонымен қатар, ол жастарға да сын көзбен қарайды, бірақ қатты сынамайды. Әр заманның өз талғамы бар екенін түсінеді. Соңғы уақыттарда әншінің аты тек өнермен емес, жеке өміріне қатысты даулармен де атала бастады. Кейбір ақпарат құралдарында бір әйелдің оның баласының әкесі екенін айтып, алимент мәселесі бойынша сотқа жүгінгені туралы мәліметтер тарады. Арамызда 1 ұл бар. Алайда қазір далада қалдық. Алимент төленбейді, мүлдем көмектеспейді. Ақшасын жас қыздарға шашады. Ақмаралдың айтуынша қазіргі таңда ол ұлын жалғыз өзі тәрбиелеп отыр және баласының құқығын қорғау үшін сотқа жүгінген. Сонымен қатар, ол бұрынғы серіктесі тарапынан қысым көргенінде жасырмады. Бандиттерді жалдап, мені қорқытып, өлтірмекші болды. Бір баланы тәрбиелеп жүрген ананы өлтірсе өлтірсін дедім. Құқық қорғау органдарына шағымданғанымда, мені балағаттап, сені өзім өлтіремін деді, деп көз жасына ерік берді. Әйелдің айтуынша, бұл жағдай баланың психологиясына да әсер еткен. Балам мектепте мұғаліміне, менің әкем Нұрлан Абдуллин анамды өлтірмекші. Егер анамды өлтірсе, мен де өлемін. Неге әкем анамды өлтіргісі келеді деп айтыпты, дейді ол. Ақмарал Баққараева баласын жалғыз өзі өсіріп отырғанын айтып, соңына дейін күресуге дайын екенін жеткізді. Бұл жағдай қоғамда түрлі пікір туғызды. Алайда мұндай мәселелердің нақты шешімін тек сот пен заң органдары ғана анықтай алады. Сондықтан бұл тақырыпта бір жақты пікір айту қиын. Маңыздысы, мұндай жағдайлар кез келген танымал адамның өмірінде болуы мүмкін. Бірақ ол оның өнердегі еңбегін жоққа шығармайды. Нұрлан Абдуллин қазақ эстрадасында өзіндік қолтаңбасы бар әнші. Оның өмір жолы қарапайым ауыл баласынан халықаралық сахнаға дейінгі
үлкен жол. Өмірінде қайшылықтар да, жетістіктер де бар. Ол халықтың жүрегінен орын алған өнер иесі деп айтар едім. Өмірдің өзі сияқты, оның тағдыры да қарапайым емес. Бірақ дәл сол шынайылық оны халыққа жақын ететін шығар.